Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Арамыз біраз уақыт бойы алшақтап кеткен болатын. Алайда бүгін мінекей қайта қауышу нәсіп болып, бүгін Құл Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың 3-ші хикметін оқып беретін боламын. Әр таңда дауыс келді құлағыма, зікір айт деді, зікірін айтып жүрдім менде. Ғашықсыздарды көргенімде жолда қалды, сол себептен 63-те кірдім жерге. 11-имде рахмет дария толып тасты, Алла дедім, шайтан менен жырақ қашты. Хаю хавас менмендік тұрмай көшті, 12-имде бұл сырларды көрдім менде. 13-имде қу нәпсіні қолға алдым, нәпсі басына 100 000 пәле орап салдым, тәкаппарлықты аяқ астында басып алдым. 14-имде топырақ сипат болдым менде. 15-имде хор мен айлман қарсы келді, басын ұрып қол қусырып тағзым қылды. Фирдаус атты жәннатынан махзар келді, дидар үшін баршасын қойдым менде. 16-имда барша аруақ үлес берді, хай сізге мүбәрәк деп адам келді. Перзентім деп мойным құшып көңілім алды, 17-имде Түркістанда тұрдым менде. 18-де шілтен біле шарап іштім, зікірін айтып әзір тұрып кеудемді тестім. Нәсіп қылды жәннат кезіп хорлар құштым, Хақ Мұстафа жамалын көрдім менде. 19-да 70 мақам әзір болды, зікірін айтып іші сыртым таза болды. Қайда барсам Қызыр бабам әзір болды, Аусул аяс май ішірді тойдым менде. Жасым жетті 20-ға өттім мақам, бихамдилла пір қызметін қылдым тәмам. Дүниедегі құрт құстар қылды сәлем, сол себептен хаққа жақын болдым менде. Момын емес хикмет естіп жыламайды, жарандардың айтқан сөзін тыңдамайды. Аят, хадис, тіпті Құран аңдамайды, бұл риуаят арсы үстінде көрдім менде. Риуаятты көріп хаққа сөйлестім мен, 100 000 түрлі періштеге жүздестім мен. Сол себептен хақты сөйлеп іздедім мен, жан ділімді оған пида қылдым менде. Құл Қожа Ахмет жасың жетті 21, не қылғайсың күнәларың таудан ағар. Қиямет күн азап қылса Раббым қадир, ей достар, қалай жауап айтам менде. Қиямет күн азап қылса Раббым қадир, ей достар, қалай жауап айтам менде. Жаратқан баршамыздың жүрегімізді тазалап, ойларымыздың барлығын жақсылыққа бұрылуын нәсіп қылғай. Келесі хикметте көріскенше. Allah, Allah, Allahu Allah, Allah, Allahu Allah, Allahu Allah.